Павлодардан шығып тұрған 2 мектеп бар. И Павлодар қаласының өзінен бүгінгі таңда келешек мектеп бар ғой, шығып жатқан. Сол келешек мектепте бар қазір STEM кабинеттері, әлі ол қолға алынған жоқ бірақта. STEM бастауышта, STEM жоғары сыныптарда уже ол бар. Бастауыш әлі қолға алынған жоқ қала бойынша. Бағдарлама бойынша келетін болсақ, бізде Павлодарда бар бір бағдарлама STEM-ге жасалған, и Алматыда бар бір бағдарлама. 3 бағыт. Сіздер қосыласыздар, 3 болады. Осы күнге дейін жазып жатқандар. Сіздің оқыған шоқында біз 3-ші бағытымыз, иә? Иә, сіздер бағдарлама, 3-ші бағдарлама сіздердікі шығып жатқан. Гүлжан, өзіңіздің жетекшілігімен шыққан 3-ші бағдарлама. STEM бойынша. Автор бағдарлама. Тағы бар ма сұрақтарыңыз? Енді біз бар ғой осы ненің өзектілігін жібек өзектілігімізде тағы да бір нақтылап көрейік. Өзектілігін дұрыстап тұрмыз ба? Өзектілікті біз 2 тұрғыдан алдық. Мұғалім үшін және оқушы үшін. Мұғалім үшін STEM сабақты өмірмен байланыстыратын тиімді құрал, және екіншісі тәжірибе мен жобаны ұштастыратын заманауи оқыту тәсілі. Одан кейін оқушы үшін бар, ол теориядан тәжірибеге өтудің нақты мүмкіндігі және ізденіс пен шығармашылықты дамытатын оқу үдерісі. Одан кейін кәсіптік бағдар бар. Естіліп тұр ма сізге? Естіліп тұр, иә. Естіліп тұр. Бірақ та не айттыңыздар, ұқпай отырмын. Өзектілігі. Өзектілігі, иә? Сіздердің. Бұл жаңағы каход ойынның өзектілігі ғой, солай ма? Мен білуімше? Иә. Жаңағы қысқартып берген тақырыбымыз бар еді ғой? Қысқартып Иә. ойлау, шығармашылық, нәтиже деген. Жазып бердіңіз ғой, қысқартып. Соған осындай өзектілікті осылай алсақ, қалай болады екен деген деген сауалымыз ғой сізге. Тағы бір рет оқысаңыздар онда. Өзектілігі мұғалім үшін STEM сабақты өмірмен байланыстыратын тиімді құрал. Екіншісі тәжірибе мен жобаны ұштастыратын заманауи оқыту тәсілі. Болады. Оқушы үшін? Теориядан тәжірибеге өтудің нақты мүмкіндігі. Екіншісі ізденіс пен шығармашылықты дамытатын оқыту әдісі. Үшіншісі кәсіптік бағдар. Сканерде көрініші? Жоқ. Үшіншісін естідім, кәсіби бағдар деген. Екеуін естімей қалдым, потому что микрофон үзіліп кетіп жатыр ма, біреу отыр да. Біріншісі теориядан тәжірибеге өтудің нақты мүмкіндігі. Оқушы үшін, иә бұл? Оқушы үшін. Екіншісі ізденіс пен шығармашылықты дамытатын оқу үдерісі. Үшінші не болды? Кәсіби бағдар. Кәсіби бағдар. Так, бұл оқушы үшін. Солай ғой? Оқушы дамытудың өзектілік бағдары және кәсіби бағдар. Кәсіби бағдар керек па деп отырдым ғой мүлдерге. Қалай ойлайсыздар? Өзектілікке алып тұрған мектептерде сол кәсіпке бағыттап ары қарай жіберу деген оймен жазған болатынбыз. Дұрыс емес пе ол? Енді мысалы үшін біз бастауыштан бастап жаңағыдай шығармашылықпен жобаларды құрап, соған қызығушылығы арта отырып мүмкін болашақта инженерияға оқуға түсу мүмкін. Сондай немен алып отырмыз. Бұл жерде енді кәсіби бағдар дегеннен гөрі болашаққа бағдар деген сияқты бірдеме алсақшы, қалай ойлайсыздар? Просто кәсіби ол әлі бастауыштың баласы. Жоқ, бұл жерде бар ғой, жалпы бастауыш емес тақырыбында біз мектептің проблемасын айтуымыз керек. Жалпы бастауыш. Все, понял, жақсы онда. Мұнда қалдырыңыздар, мектеп болса. Мен ойладым тек қана бастауыштың арасындағы деп тұрмын. Жоқ. Мектептің проблемасын айтуымыз керек. Жақсы, онда қалсын кәсіби бағдар. Мектеп болса тамаша. Кәсіби бағдар дейміз ба? Тұрсын жаңа онда кәсіби бағдар.
тұрсын. Мектеп екен ғой, мен ойладым. Тек қана бастауыш па деп. Жоқ, мектептің несін алып шығамыз. Тамаша. Енді біз Болсын. өнім бізге енді осы кахатон бойынша осы тақырыпта біз өнім алып шығуымыз керек. Сол өнімді жаңағы сізге жіберген авторлық бағдарламамызда өнім ретінде алып шығайық дегенбіз. Болады. Болады. Сіздер оны неше минутқа жоспарлап отырсыздар? Ол бізге бір 7 минуттың ішінде беріледі. Сол 7 минуттың ішінде мақсатымызды, міндетімізді, өзектілігімізді, проблемамызды, зерттеу сұрағын, барлығын айтып шығуымыз керек 7 минуттың ішінде. Сосын бағдарламамызды көрсетіп. Жақсы. Өнім ретінде жаңағы өздерің жасаған бағдарламаны алып шығыңыздар. Иә? Иә, соны алып шығамыз ба деп тұрмыз. Иә, алып шығуға болады өнім ретінде оны. Бұған қосымша тағы қандай өнім жасауға болады, бағыт берсеңіз. Так. Бұл жерде енді біз нақты ешқандай жасай алмаймыз, жоба ештеме, уақытымыз күн тығыз. Сондықтан да жаңағы бағдарламаны көрсетеміз тек қана систем бойынша. Бүгінгі таңда істеліп жатқан жұмыстың бастамасы ретінде бұны көрсетеміз. Ертең сосын бұны уже мектептегі енгіземіз деп айту керек. Мектептегі енгіземіз бұны. Біз биыл енді уже сағат бөлініп кетті ғой, системді бастаған жоқсыздар ғой. Биылғы оқу жылында мына бағдарламаны бекітеміз, пікірін бәрін аламыз. Келесі сентябрь айында бұйыртса біз уже бір сыныппен, 3-ші класспен вариативті сағаттан осыны бастап іске асырамыз деп сондай бір сөз қосу керек болып тұр бұл жерге. Өзіңіздің өнімдеріңізді. Бұл курс бізге не берді? Содан кейін барып уже әрмен қарай балалардың жаңағы шығармашылық жобаларын осы жерде уже көрсетуге болады жұмыс барысында. Түсінікті ма? Енді бұл жерде басқа ештеңе айта алмайсыз енді ол туралы. Ол туралы біз әлі бастамада жүрміз, кіріспесінде. Кіріспесінде жүрміз. Рахмет. Жаңа мен суткамен немен нетіп отырдым да, жаңа Павлодар қаласында қанша мектепте бар дейді, соны нақты ести алмай қалдым да. Павлодар қаласында бүгінгі таңда жаңағы аудан мектептері үшін 2 мектеп бар. 2 мектеп. Бұл Малайсары Саты мектебі. Қазір Павлодардың өзінде жаңағы мектептерде кабинеттер бар, систем кабинеттер, бірақ та олар жоғары сыныптар осымен жұмыс жасап жатыр. Бастауышқа әлі енгізілген жоқ. Бастауышқа ол биыл мына келешек мектеп енгіземіз деп отыр, тоже солар мұғалімдер ғой бағдарлама жасаған, сіздер сияқты. Олар сағат бөлінген жоқ, енді сентябрьден бастап қолға аламыз деген айтқан маған. Бірақ та бастауышқа енгізілген жоқ. Орта сыныптар онымен уже жұмыс жасап жатыр. Енді жаңа Май ауданы олар уже енгізіліп кеткен. Ол жерде бізде Саты мектебі бар, Малайсары мектеп бар. Малайсары мектебінің мұғалімі ол уже облысқа жердегі кәдімгідей дайындап балалар шығарып жүрген мектептің бірі уже. Бүгінгі таңда. Алматыдан жаңағы айтқандай тоже бағдарлама дайын, бірақ та олар әлі енгізілген жоқ мектеп программасына. Тоже сағат күтіп отыр. Дейді. Жалпы. Енді ол бір топтан, қалған топтарға биыл мен 2 курс өткіздім ғой, айтқам да өткізін деді, жасанда деп, әлі олар жота ұйықтап жатыр. Жақсы, рахмет, Айжан тренер сізге хабарласты. Жақсы, чатқа шығыңыздар деген WhatsApp-қа хабарласып тұрыңыз, сұрақтарыңыз болса. Жақсы ма, Гүлжан? Енді қазір экранның қасына жақындап, сіз сол жерде отырғанда ұстаз бірдеңе дегеніңізбен бүйтіп көрініп, бұтаңыз болайық. Иә? Мына жерге жақындап тұрайық та. Павлодар мектебімен байланысқа шыққаныңызды кахатонда көрсету үшін көрмеңіз. Ренжімесеңіз сіз ұстаз дегенді былай онлайн алаңын әрі қарай солға қарай жылжисыз ба? Бірдеңе немесі ба? Мен алып тастайыншы бұны. Жоқ, алмаңыз, керек болып керісінше бізге. Енді қалай отырайық? Тұрсаңыз болды. Қырыммен, аха. Иә, бір қырыңызбен. Жақсы. Көрінді қалды ма? Жарайды. Жібектің фотоны түсірген.
Өзі бүйтіп. Түсті ма? Түсіп қалды қазір. Береске рахмет. Жақсы. Рахат өмірге Сәттілік болсын, әріптестер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мына жоспарлап жатқан жаңағы Жақсы, сау болыңыз. микрофондар істемей қалды ғой. Мана қосылды. Жақсы. Басқа бар ма айтатындарыңыз, сұрақтарыңыз? Жоқ болса онда. Басқа сұрағымыз жоқ. Жарайды. Жақсы, аман болыңыздар. Жақсы онда. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәттілік болсын, аман болыңыздар. Рахмет. Жақсы.